Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді қырыққабат орамдарын жасаймыз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тағамды сіз де жасап көріңіз. Оңай жасалады, алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен видеодағыдай орам жапырақтың артық жерін алып тастаймыз. Орам жапырақ балғын кезінде сынғыш болғандықтан суға қайнатамыз. Отқа қоятын ыдысымызға орам жапырақты видеодағыдай саламыз. Жеткілікті етіп су құямыз. Суымыз қайнағанша қатты отқа қоямыз. Су қайнағаннан кейін жай отқа қоямыз. 8 минуттай жай отта тұрады. Ал біз әзірге салмасын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға тартылған етті саламыз. Сонан соң күрішті саламыз. Ұсақтап туралған пиязды саламыз. Үкіштен өткізілген сарымсақты саламыз. Суды құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Сонан соң аскөк саламын. Өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салуға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да тағамдардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Жай отта орам жапырақ 8 минуттай қайнады. Енді ақырындап жапырақтарын бөлек аламыз. Ыстық судан шыққан орам жапырақты ортасынан бөліп пайдаланамын. Қаласаңыз бүтін күйінде пайдалануға болады. Орам жапырақтың қалың жерін пышақпен жұқалап алып тастаймыз. Сонан соң дайын тұрған салманы салып, орам жапырақты бос қылмай ораймыз. Ортасындағы салмасын қатты толтырмай саламыз. Салмасы шықпайтындай етіп жақсылап ораймыз. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Қаласаңыз пекин қырыққабатын пайдалансаңыздар болады. Пекин қырыққабаты жұмсақ болғандықтан орауға ыңғайлы болады. Мінекей барлығын дайындап алдым. Енді қатты отта қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязды саламыз. Сары түске енгенше қуырамыз. Сонан соң үкіштен өткізілген сәбізді саламыз. Қаласаңыз картопты салсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Аскөк саламыз. Томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң су құямыз. Келесі кезекте толтырылған қырыққабат орамдарын салып шығамыз. Қақпағын жабамыз. Жай отта 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді қырыққабат орамдары дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тағамды сіз де жасап көріңіз. Оңай жасалады, алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.